Бықов Мәулен Төлеубайұлы 2002 жылдан бері Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ береді. Аталған оқу жылынан бастап жұмыстың оқу жоспарының вариативті бөлігіне бөлінген жеке және топтық сағаттар бойынша жас талант театрында жетекші болып қызмет атқарып келеді. Мәулен Төлеубайұлы аталған жылдан бері сахна тілі атты республикалық үздік авторлық бағдарлама байқауында жүлделі екінші орынды иеленіп, облыс көлемінде таратылған авторлық бағдарламасын басшылыққа алып жұмыс жасауда. Жас талант театрының мақсаты оқушылардың қабілетін анықтап, өнерге деген сүйіспеншілігін, сезімдерін қалыптастыра отырып, шығармашылыққа жетелеу, театрға баулу. Аталған бағдарлама бойынша жұмыс жасау барысында оқушылардың шығармашылық қабілеті артып, сахнада ойнай жүріп ойлай білетін, ойлай жүріп ойнай білетін тұлға қалыптасты. Соның нәтижесінде Әбілқұл Бауыржан Алматы қаласындағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық академиясының мемлекеттік грант бөлімінде білім алып, Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында режиссер болып қызмет атқаруда. Ал Байділдаев Нұрдәулет Медет Батыржан атты оқушылары бүгінгі таңда аталған оқу орнының грант иегерлері. Сондай-ақ мектеп қабырғасындағы жас талант театрының мүшелерінің де көптеген жетістіктерге қол жеткізгенін мақтанышпен айтуға болады. 2010 жылы мемлекеттік тілдің 21 жылдығына орай өткізілген 2-ші республикалық Катаев қазақ түрік лицейлері мен жалпы білім беретін 7-11 сынып оқушылары арасында өткізілген жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасының сахна саңлақтары бағыты бойынша жүлделі 2-ші орын мен күміс медаль иеленіп, дипломмен марапатталды. 2011 жылы Жамбыл облысы жалпы орта білім беретін мектептердің 7-11 сынып оқушыларының арасында өткен жарқын болашақ атты 3-ші республикалық Катаев қазақ тілі олимпиадасының сахна саңлақтары бағыты бойынша жүлделі 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. 2015 жылы облыстық ұлы жеңістің 70 жылдығына орай өткізілген ұлы жеңіске 70 жыл байқауында сахна театры бағыты бойынша оқушылардың жүлделі 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. 2016 жылы дарынды балалар арасында өткен халықаралық байқауында оқушылардың 1-ші орын иеленіп, дипломмен марапатталды. 300 000 теңге сертификатталды. 2016 жылы талантты тұлға ел болашақ атты облыстық фестивальде оқушыларды театр бағыты бойынша жүлделі 3-ші орынды иеленіп, дипломмен марапатталды. 2018 жылы Ақтау қаласында өткен республикалық 1-ші Әбіш оқулары байқауының сахна бағыты бойынша оқушылары 2-ші орын иеленіп, дипломмен марапатталды. 300 000 теңге сертификатталды. 2019 жылы Ақтау қаласында өткен республикалық театрдың ғажайып әлемі атты байқау фестивалінде 2-ші орынды иеленіп, дипломмен марапатталды. Бағалы сыйлықтар иеленді. 2019 жылы Ақтау қаласында өткен республикалық 2-ші Әбіш оқулары байқауының сахна бағыты бойынша оқушылар жүлделі 2-ші орынды иеленіп, дипломмен марапатталды. 150 000 теңге сертификатталды. 2020 жылы Мұқағали Мақатаев атындағы 12-ші халықаралық ән-жыр байқауының театрландырылған көрініс номинациясы бойынша жас талант тобы 1-ші орын иеленіп, дипломмен марапатталды. 2022 жылы облыстық 8-11 сынып оқушылары арасында республикалық Әбіш оқуларының Әбіш Кекілбаевтың шығармаларынан сахналық қойылым бағыты бойынша жас талант театры бас жүлдені иеленіп, дипломмен марапатталды. 2022 жылы облыстық 8-11 сынып оқушылары арасында республикалық Әбіш оқуларының Әбіш Кекілбаевтың шығармаларынан сахналық қойылым бағытында үздік қойылым номинациясы бойынша жас талант театры дипломмен марапатталды. 2022 жылы облыстық театрдың ғажайып әлемі атты байқау фестивальда 1-ші орынды иеленіп, дипломмен марапатталды.